76-шы сабақ қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептер. Мұнда сіздер қарама-қарсы бағытқа қозғалысқа берілген есептерді шығаратын боласыздар. Бірінші есеп: уақыт өте келе кейбір мамандықтар қажетсіз болып қалады. Төменде келтірілген мамандықтардың ішінде қандай 5 мамандық жойылып кеткен немесе алдағы уақытта жойылуы мүмкін? Өрнектердің мәні 1 миллионнан астам мамандықтар жойылуы мүмкін. Бірінші мамандық бізде IT технологиясының саласының инженер маманы. Онда 500 мың саны шығады. Екінші мамандық колл-центр операторы. Онда 360 мың шығады. Мен сіздермен жақында ғана ашылған Instagram парақшамен таныстырғым келіп тұр. Мұнда сіздер рилске, сториске идея таба аласыздар. Сонымен қатар тренд, креатив видеоларды түсіру мен монтаждауды үйренетін боласыздар. Және де актуальны бөлімінде Телеграмда сізге көмектесетін боттар, сонымен қатар қосымшалар көрсетілген. Жақында монтаж жасаудан тегін марафон өтетін болады. Егер сіз марафонға қатысқыңыз келсе, онда осы парақшаға жазылып қойыңыз. Барлық мәліметтер осы парақшада жазылатын болады. Инстаграмға сілтемені мен сізге описаниеде қалдыратын боламын. Сондағы сілтемені басып, Инстаграмға тіркеліп қойсаңыз болады. Үшінші мамандық ағылшын тілі пәнінің мұғалімі. Мұнда 100 мың шығады. Газет тілшісі 111 миллион 111 мың 111 саны шығады. Бесінші мамандық туризм менеджері 1 миллион 1. Алтыншы мамандық бізде пошташы 10 миллион. Жетінші мамандық ат айдаушы 5 миллион. Ағаш кесуші 3 миллион 600 мың. Жойылып кету мүмкіндігі бар мамандықтар. Олар газет тілшісі, туризм менеджері, пошташы, ат айдаушы және ағаш кесуші. Екінші есеп: есепті амалдар бойынша шығар. Екі ауылдан бір уақытта, бір-біріне қарама-қарсы бағытта, екі мотоциклші 65 метр минут және 70 метр минут жылдамдықпен жолға шықты. Жарты сағаттан кейін олар кездесті. Екі ауылдың арақашықтығын тап. В1 65 метр минут, В2 70 метр минут, Т 30 минут, С тең белгісіз. Шешуі: В тең В1 плюс В2 65 плюс 70 135 метр минут, С тең В көбейту Т 135 көбейту 30 тең болады 4050 метр. Екі ауылдың арақашықтығы 4050 метрді құрайды. Үшінші есеп: есепті теңдеу құрып шығар. Бір ауылдан бір уақытта бір-бірінен қарама-қарсы екі бағытқа екі жолаушы шықты. Біреуі 5 км/сағат, ал екіншісі 3 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Қанша сағаттан кейін олар бір-бірінен 16 км қашықтықта болады? Үшінші есеп бойынша В1 5 км/сағат, В2 3 км/сағат, С тең 16 км, Т тең белгісіз. Шешуі: С тең В1 плюс В2 көбейту Т деген формулаға сүйене отырып, біз осындай теңдеу құрып шығарамыз. 5 плюс 3 көбейтілген X тең болады 16. 5 бұл бізде В1, 3 бұл В2. 5-ке 3 қосқанда 8, 8 көбейтілген X тең 16, X тең 16 бөлу 8, X тең 2-ге. Мұндағы 2-ні мұна X-тің орнына қойып шығаратын боламыз. Сонда 5 қосу 3 көбейтілген 2 тең болады 16. Сонда 16 тең 16-ға. Жауабы: 2 сағаттан кейін олар бір-бірімен 16 км қашықтықта болады. Төртінші есеп: есепті шығар. Мұқият бол. Жылдамдықта км/сағатпен өрнекте. 1 км жолды велосипедші 4 минутта жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен жүрді? Төртінші есеп бойынша осындай шартын жазып аламыз. С тең 1 км 1000 метрді береді. Т 4 минут, В-ні табу керек. В тең болады С бөлінген Т 1000-ді 4-ке бөлгенде 250 метр минут. 250 метр минутты км/сағатқа айналдыру үшін 60 сағатқа көбейтіп 1000 км-ге бөлеміз. Сонда 15 км/сағат шығады. Жауабы: велосипедтегі 15 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 1 км жолды пошташы жаяу 10 минутта жүріп өтті. Ал ол қандай жылдамдықпен жүрді? С тең 1 км 1 км 1000 метрді береді. Т тең 10 минут. В-ні табуымыз қажет. В тең С бөлінген Т 1000 бөлеміз 10-ға тең болады 100 метр минут. 10 км/сағатқа айналдырамыз. 60-қа көбейту 1000-ға бөлгенде 6 км/сағат шығады. Жауабы: 6 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Бұл пошташы. Б 30 км жолда арбакеш жарты сағатта жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен жүрді?
S тең 30 километр, 30 мың метр, Т тең 30 минут. V-ні табуымыз қажет. V-ні табу үшін S-ті 4-ге бөлеміз. 30 мың бөлу 30 тең болады 1000 метр минут. 1000-ды километр сағатқа айналдыру үшін 60-ға көбейтіп 1000-ға бөлеміз. Сонда 60 километр сағат. Жолды арбакеш 60 километр сағат жүріп өтті. 5-ші есепті шығар, оның сұрағын өзгерт және оны шығар. Бір әуежайдан бір уақытта бір-бірінен қарама-қарсы екі бағытқа екі ұшақ ұшып шықты. Біреуі 748 км сағат, екіншісі 827 км сағат жылдамдықпен ұшса, 5 сағаттан кейін ұшақтардың арасы қандай болады? В1 748 км сағат, В2 827 км сағат, Т 5 сағат, С тең белгісіз. В тең 748 қосу 827, 1575 км сағат. С тең В көбейту Т, 1575 көбейтілген 5. Ол 7875 км береді. Жауабы ұшақтардың арасы 7875 км. Осы 5-ші есеп бойынша оның сұрағын өзгерт және оны шығар бойынша осылай шығарамыз. В1 748 км сағат, В2 827 км сағат, С тең 7875 км, Т тең белгісіз. Шешуі S тең V1 плюс V2 көбейту Т тең S бөлу V1 плюс V2. 7875-ті 748 плюс 827-ның қосындысына бөлгенде 5 сағат шығады. Жауабы 5 сағаттан кейін. Яғни біз жаңағыдай Т-ні белгісіз деп алдық. 6-шы есеп, тиісті сандарды тауып жаз. Онда бізде қанша 3 санды қосқанда 1000 шығу керек, 3 санды бір-біріне азайтқанда 1000 шығу керек. Осылай шығарамыз. Қосу бойынша 1000 тең 320 қосу 360 қосу 320. Екінші 1000 тең 270 қосу 270 қосу 460. 1000 тең 390 қосу 230 қосу 380. Айырма бойынша 1710 минус 450 минус 260, 1850 минус 290 минус 560, 1900 минус 530 минус 370. 7-ші есеп, есептердің берілуі мен шешуін салыстыр. Толтыру жылдамдығы, қашықтау жылдамдығы сөздерін қолдана отырып, есептердің қандай ұқсастықтары бар екенін түсіндір. Бір ауылдан бір уақытта екі салт атты бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа шықты. Біріншісінің жылдамдығы 20 км сағат, екіншісінікі 30 км сағат. Неше сағаттан кейін олардың ара қашықтығы 300 км болады. В1 тең 20 км сағат, В2 тең 30 км сағат, С тең 300 км, Т тең белгісіз. С тең 300 км, В1 20 км сағат, В2 30 км сағат, осылай шартын жазып аламыз, Т тең белгісіз. В тең 20 плюс 30 тең 50 км сағат, Т тең С бөлінген В 300 бөлу 50 тең 6 сағат. Жауабы 6 сағаттан кейін 2 салт аттының арақашықтығы 300 км болады. 7А есеп бойынша В1 тең 20 метр куб сағат, В2 30 метр куб сағат, В тең 300 метр куб. В тең В1 плюс В2 тең болады 20 плюс 30 тең 50 метр куб сағат. Т тең В бөлу В тең болады 300 бөлу 50 тең 6 сағат. Мұнда мынау көлемі. Жауабы 6 сағаттан кейін хауыздағы судың көлемі 300 метр куб болады. 8-ші есеп, мәтінді диаграммамен сәйкестендір. Көліктің қай түрі қандай жолақпен белгіленгенін анықта. Қай көлікпен аталған арақашықтықты жылдам жүріп өтуге болады. Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларының арақашықтығы 1212 км-ді құрайды. Бұл арақашықтықта автобуспен 20 сағат 5 минутта, ұшақпен 1 сағат 45 минутта, тұлпар жүрдек пойызбен 13 сағат 35 минутта, жолаушылар пойызбен 21 сағат 54 минутта жүріп өтуге болады. Автобус бұл бізде 1205 минут, көк түс. Ұшақ бізде 105 минут, қызғылт сары. Тұлпар жүрдек пойызы 815 минут, қызыл. Жолаушылар 1314 минут, жасыл. Ұшақ арқылы жылдам өтуге болады.
10-шы есеп есепті шығар. 2 жүзгіш ұзындығы 200 метр қауыздың екі шетінен бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы жүзді. Біріншісі 28 метр минут, екіншісі 22 метр минут жылдамдықпен жүзді. Олар қанша минуттан кейін кездеседі? Кездескенге дейін спортшылардың әрқайсысы қанша арақашықтықты жүзіп өтті? В1 тең 28 метр минут, В2 22 метр минут, С тең 200 метр, Т тең белгісіз. Шешу В тең В1 плюс В2 тең болады 28 плюс 22 50 метр минут, Т тең С бөлу В 200 бөлу 50 тең 4 минут. S1 тең V1 көбейтілген Т тең болады 4 көбейту 28 112 метр, S2 тең V2 көбейту Т тең болады 22 көбейту Т 4 88 метр. Жауабы олар 4 минуттан кейін кездесті. Бірінші спортшы 112 метр, екінші спортшы 88 метр. Арақашықтықты жүзіп өтті. Мен сіздермен жақында ғана ашылған Instagram парақшамен таныстырғым келіп тұр. Мұнда сіздер Reels'ке, Stories'ке идея таба аласыздар. Сонымен қатар тренд, креатив видеоларды түсіру мен монтаждауды үйренетін боласыздар. Және де актуальный бөлімінде Телеграмда сізге көмектесетін боттар, сонымен қатар қосымшалар көрсетілген. Жақында монтаж жасаудан тегін марафон өтетін болады. Егер сіз марафонға қатысқыңыз келсе, онда осы парақшаға жазылып қойыңыз. Барлық мәліметтер осы парақшада жазылатын болады. Инстаграмға сілтемені мен сізге описаниеде қалдыратын боламын. Сондағы сілтемені басып, Инстаграмға тіркеліп қойсаңыз болады.